Келіңіздер бауырсақ каналыма. Бүгін сіздермен меренговый рулет жасаймыз. Бізге керегі 200 грамм жұмыртқаның ақуызы, яғни 7 жұмыртқаның ақуызын аламыз. Және 300 грамм сахарная пудра, 1 шай қасық лимонның согы. Үшеуін жақсылап 10 минуттай қатты жылдамдықта айналдырамыз. Міне 10 минуттай айналдырдық миксерде. Қараңыздар, мынау ақуызымыз венчиктен салбырап түсіп кетпеу керек, қап-қатты осылай бір өзінің күйін сақтап тұру керек. Енді бұған 40 грамм кукуруз крахмалын салып алып, орташа жылдамдықта бір минуттай айналдырып аламыз. Енді духовканы листіне пергаментный бумага салып, құйып тегістеп шығамыз. Тегістеп жайып алдық. Енді духовкамызға 150 градуста 40 минутқа қоямыз. Ал енді кремін дайындайық. Оған 200 грамм творожный сыр, 100 мл сливки 33%, және 30 граммдай сахарный пудра салып, үшеуін араластырамыз.
Дайындап алдық, міне қою болып шықты, жақсы. Енді листтен алған меренгамызды суыттық. Енді аударып, жаңағы пергаментный бумагамызды аламыз. Сосын үстіне кремімізді жағамыз. Бізді жағып шықтық, енді ораймыз. Орап, рулет жасап аламыз. Меренге рулетіміз дайын болып шықты. Үстіне әсемдеуге малина, клубникаларыңыз болса, тіпті әдемі болар еді. Осылай жасап шығамыз. Бауырсақ каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Көп рахмет.